Толағай мектептегі байқауда сөйлеу кезегін сахнаның артында күтіп тұрды. Қолдары терлеп, іші бір түрлі толқып, жүрегі әдеттегіден зудамырақ соғып тұрды. Ол сәл абдырап, неге адамдар қобалжиды, деп ойлады. Жауабын табу үшін Толағай кішірейіп, өз денесінің ішіне кірді. Ол мидың ішіне қонды. Ми сырттағы жағдайды мұқият бақылап жатыр екен. Сахна, көрермендер, жауапкершілік. Алда не болатынына толық сенімді болмағандықтан ми аса сақ күйге көшті. Ол генені дайындау үшін кез арада белгілер жібере бастады. Толағай сол сигналдардың бірін қуып, бүйректің үстінде орналасқан бүйрекүсті бездеріне жетті. Бұл бездер бірден қанға аз мөлшерде адреналин бөле бастады. Толағай адреналин ағысымен бірге бүкіл денеге тарады. Жүрек бұлшықеттерге көбірек оттегі жеткізу үшін жылдамырақ соға бастады. Өкпе де тезірек кеңейіп, тыныс жиіледі. Қол мен аяқтағы тері сәл салқындап, сол себепті жүйкелік терлеу пайда болды. Келесі аялдама асқазан. Қобалжу кезінде ағза қанды асқазанға емес, ми мен бұлшықеттерге көбірек бағыттайды. Қан айналымының осылайша күрт өзгеруі іштің әлсіз, дірілдегендей сезілуіне себеп болады. Тағы бір жолмен Толағай қол мен аяқ бұлшықеттеріне жетті. Олар сәл ширығып, қажет болса тез қимылдауға дайындалып тұрды. Толағай күлімсіреп, бұл құпияны да түсінді.